мәтінге ат қою. Ондағы негізгі ойды немесе мәтінде қысқаша атау деген сөз. Мұнда жабайы алма туралы айтылған. Жабайы алма деп аталады. Мәтін деген негізгі ой. Автордың айтайын деген басты пікірі мәтіндегі негізгі ой мен тақырып бір-бірімен тығыз байланыста болады. Бұл жабайы алманың пайдасы туралы айтылған. Бұл мәтінде жабайы алманың пайдасы туралы айтылған. Мәтін үш түрге бөлінеді. Әңгімелеу мәтін, сипаттау мәтін, пайымдау мәтін. Әңгімелеу мәтіні бір нәрсе туралы баяндайды, хабарлайды, әңгімелейді. Әңгімелеу мәтіні үш бөлімнен тұрады. Басы, негізгі бөлімі, соңы. Бұл мәтінде жабайы алма туралы айтылған. Сипаттау мәтіні бір заттың нәрсенің құбылыстың белгісін көрсетеді. Бұл мәтінде жабайы алманың суыққа төзімді өзінің табиғатына сай күзде жапырағын жайып тұра береді. 60-тан асса да өзі жап-жас болып көрінеді. Пайымдау мәтіні бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді. Бұл мәтінде жабайы алманың пайдасы туралы айтылған. Болды ғой? Енді жазбашы. Біз оны жаттамадық, біздің апай. Оны кез шығарттық. Фигуралар емес соларға айтамыз. Келесі бізде дүниетану өткен шартында глоб шегінің тақырыбы. Алғажар бастай ғой. Анықтама глоб жер нүктеліккен оның ішін. Келесі айыл Билетін айтайықшы. келесі алмас Глоб шегінің үлгісі оны адамдар көптеген жылдар бойы көре алмаған. Сондықтан қазір глобусты шығарған. Глобус жер ғаламшарының мыңдаған, миллиондаған кішірейтілген үлгісі. Тану. Глобустың сыртына экватордың сызығымен сызылған. Экватордың сызығы 40 метрге дейін жетеді. Қасиеті көзбен көріп қолға ұстауға болады. Түрлері. Глобуста екі полюс бар. Оңтүстік полюсы және солтүстік полюсы бар. Маңызы. Ерекшелігі. Глобуста параллель және меридиан сызықтар жүргізілген. Меридиан сызығы солтүстік және оңтүстік полюстердің арасын қосады. Параллель сызығы экватордың жалған сызығы параллель деп аталады. Қорытынды. Глобуста 6 материк бар. Жер бетінде 6 материк бар. Олар Австралия, Антарктида, Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка, Европа, Евразия. Азияда жоқ. орыс тілі бар ма сен? Ағылшын жоқ. Сөзді бірлікте сөйлемге синтаксистік талдау. Сөйлемде екі тыныш белгі бар, олар нүкте және сызықша. Нүктенің қойылу себебі ойды аяқтап сөйлеуді тиянақтап тұр. Сызықшаның қойылу себебі бастауыш атау тұлғалы. Сызықшаның қойылу себебі бастауыш атау тұлғалы зат есіммен баяндаушымыз тәуелді тұлғалы зат есіммен болғандықтан бастауыштан кейін сызықша қойылып тұр. Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем. Себебі ой біткен.
Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем. Хабарлы сөйлемде ой, хабарлай, суретте, баяндай жеткізіледі. Құрысына қарай сөйлем, қалбетіне сөздің қалып келіп, жалан шайын матомды, томшы жақсы. Береке сөзіне морфологиялық талдау. Бұл сөз бір құрамнан тұр, береке. Тұлғасына қарай береке негізгі түбір себебі сөздің әрі қарай бөлшектенбейтін мағына беретін сөздің негізгі бөлігі. Құрылысына қарай дара себебі бір келгі деректі ұғымның жалпылай атауы. Береке сөзді не деген сұраққа жауап беріп тұр. Ендеше бұл зат есім. Зат есім дегеніміз кім-кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беріп, заттың, нәрсенің, құбылыстың деректі-дерексіз ұғымдарын атауын білдіретін сөз табы. Мағынасына қарай жалпы есім себебі бір келгі деректі ұғымның жалпылай аталуы. Сансыз дерексіз себебі көзбен көріп, қолмен ұстауға болмайды. Нақты емес себебі дерексіз болған нәрсе нақты болмайды. Біреуі шұғыл дыбысы айтқанда дауыстар мүшелері бір-біріне қатты соқтығысып, ауа күрсініп шұғыл шығады. Біреуі бұл дыбыс айтқанда ауа дірілеп шығады. Біреуі мұрын жолды дауысы дыбысы бұл дыбыс айтқанда ауа мұрын арқылы шығады. Бұл сөзде ауыз жолды дауысы дыбыстар жоқ. Жасалу мен дыбыстар мүшелерінің қатысына қарай үш дауыссыз дыбыстың біреуі тіл алды. Біреуі ол тіл артты. Біреуі ол тіл алды. Бұл сөзде ерін, тілметіз, тіл ортасы дауысы дыбыстар жоқ. Берілгені кеселге сөзінде неше дыбыс бар, оның нешеуі дауысты, нешеуі дауысты екендігін сұрайды. Шешуі кеселге сөзінде 7 дыбыс бар, оның төртеуі олар К, С, Л, Г дауыссыз дыбыстар. Себебі бұл дыбыстарды айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында түрлі кедергілерге ұшырап, ауа қысылып шығады. 7 дауыссыз дыбыстың үшеуі олар 3Е дауысты дыбыстар. Себебі бұл дыбыстарды айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында ешбір кедергіге ұшырамай, ауа еркін шығады. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай 3 дауыссыз дыбыстың үшеуі де олар 3Е тіл алды немесе жіңішке дауысты дыбыстар. Себебі бұл дыбыстарды айтқанда тілдің ұшы сәл алға қарай тартылып, үсті сәл төмендейді. Бұл сөзде тіл алды немесе жуан дауысты дыбыстар. Жақтасының дәрежесіне қарай 3 дауыссыз дыбыстың үшеуі де олар 3Е. 3 дауысты дыбыстың үшеуі де бұл дыбыстар айтқанда жартылай ашылып, ауа еркін шығады. Бұл сөзде ашық, қысқан дауысты дыбыстар жоқ. Ер мен езудің қатысына қарай 3 дауыссыз дыбыстың үшеуі де олар езулік дауыстылар. Себебі бұл дыбыстарды айтқанда ерін жиырылып, езу артқа қарай тартылады. Дауыссыз дыбыстар өлмей сақтардың қатысына қарай 4 дауыссыз дыбыстың біреуі ол К, ортан дауыссыз тіліне ерік болсын, кімнің білімдінің анықтауыш дегеніміз сөйлемде өзінің алдында тұрған сөзді анықтап тұратын тұрлаусыз мүше. Білімдінің дара зат есімді ілік тұлғалы анықтауыш. Байланысу түрлеріне қарай бұл сөйлемді пысықтауыш жоқ. Сөйлемді байланысу түрлеріне аталдаймыз. Ерік болсын қосу себебі бастауыш пен баяндауыш жақ-жағынан төрттеріне сәйкес келіп, қоса байланысу тұр. Қосу дегеніміз бастауыш пен баяндауыш жақ-жағынан төрттеріне сәйкес келіп, қоса байланысу тәсілі, оның тәртібі. Білімдінің тіліне
матасу. Білімдінің тіліне матасу себебі бағылғысы бары іліксеттігінде басылғысы бары тәуелдік жалғауында тұр, матаса байланысып тұр, тіліне ерік болсын. Жанасу себебі сөздер іргелес тұрыпта, алшақ тұрыпта, орын тәртібі арқылы байланысып тұр. Сөйлемде тіліне ерік болсын, білімдінің тіліне деген тіркестер бар. Құрылысына қарай екеуі де еркін тіркестер себебі бағыныңызға сыңарын кез келген сөздермен алмастыруға болады. Тұлғасына қарай мүмкіндігіне ерік болсын. Естікті тіркестер себебі бағынғы сыңарлары естіктен болып тұр. Басыңғы сыңарлары естіктен болып тұр. Келесі. Білімсіздер сөзіне, сөз құрамына, лексикалық грамматикалық мағынасына қарай талдаңыздар. Білімсіздер, бұл сөз төрт құрамнан тұр. Білімсіз, білім, білімсіз, білімсіздер. Тұлғасына қарай туын түбір себебі, негіз түбір себебі бірға негізгі түбір. Тұлғасына қарай негізгі түбір. Білімсіз, Синтетикалық немесе аналитикалық тәсілмен сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалған. Білімсіз дер ме? білімсіз. Білімсізді ме? Дара, себебі бір ғана туынды түбірден тұр. Сөзде бір лексикалық, бір грамматикалық мағына бар. Лексикалық мағынасына қарай заттың саналы қасиетіне берілген адам. Грамматикалық мағынасы лексикалық мағынаның жалпылануынан ұсталған жалпылауыш мағына зат сын есім. Жалпы грамматикалық мағынасы білімсіздер. Білім онда бар ғой, тұлғасына қарай болған кезде бір жетістік, білім затесін, білімсіз қандай дейсіз білімсіз деген. Қандай түсінесіз болып кетеді? Сосын дерден көптік жалғамақ түседі, иә? Тұлғасына қарай Яғни морфологиялық тәсілмен сөз негізгі түбірден, туынды түбірден, туынды түбір арқылы, туынды түбір жасалу арқылы солай. Бұл сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Ендеше бұл сын есім. Сын есім дегеніміз қандай деген сұраққа жауап береді. Заттың сапасын білдіреді. Балар, заттарынан сын есім ғой? Жақсылар деген сияқты қандайлар кімдер Сонда кімдер деген сұраққа жауап береді. Білімсіздер кімдер деген сұраққа жауап береді. Ендеше бұл зат есім. Зат есім дегеніміз кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беріп, заттың құбылыстың деректі дерексіз жалпы екенін білдіреді. Мағынасына қарай негізгі себебі бірінші саладағы етістік. Бірінші саладағы мағынасына қарай жалпы себебі біркелкі дерексіз ұғымның атауы. Деректі ұғымның атауы. Білімсіздер деген адамдар деген маған, иә? Деректі себебі көзбен көріп, Қолмен ұстауға болатын. Себебі көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын. Нақты себеп. Нақты себеп деректі болған нәрсе нақты болады. Білімдінің сөзіне сөзсазындық талдау жасаңыздар. Бұл сөз айтылу, жазылу жолдарына қалай жіңішке буынды сөз? Себебі жіңішке буынды сөз. Бұл сөз білімдінің болып,
төрт жағдай тасымалданады себебі сөздің құрамында 4 дауысты дыбыс бар. Б, Д буындары ашық буындар себебі дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Лім, нін буындары бітеу буындар себебі дауыссыз дыбыстардан басталып, дауыссыз дыбыстарға аяқталып тұр. Бұл сөз білімдінің, білімдінің болып екі жағдайда тасымалданады. Үш жағдайда тасымалданады. Себебі сөз төрт құрамнан тұр, немесе сөз төрт буыннан тұр, немесе сөз буын жігіне сәйкес тасымалданады. Бұл сөз қазақ тілінде екпін орны біршама тұрақты. Сөзге қосымша жағылған сайын екпін сөздің соңғы буынына қарай қосып отырады. Сондықтан бұл сөзде екпіннің буынның дауысы дыбысына түсіп тұр. Түбір мен қосымшаның арасында ілген бар. Себебі түбірдің соңғы дыбысы өндір болғандықтан оған жағалату қосымшаның Сөзде түбір мен қосымшаның арасында буын үндестігі бар. Түбірдің соңғы дыбысы үнді болғандықтан өзіне жалғанатын қосымшаны д қатардан ұяннан болуын сала беріп тұр. Сондықтан біз оның қатардан басталатын нұсқасын алмаймыз. Тіліне сөзіндегі дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіздер. Бергенен тіліне сөзі бізден неше дауыс, қанша дауысты және қанша дауыссыз бар екенін сұрайды.